Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бүгін мен сіздерге жасанды интеллект арқылы фотодан видео жасауға үйретемін. Фотоны тірілтуге, одан видео жасауға үйретемін. Алдымен Google-ға кіреміз, Google-ға жазамыз run away деп ағылшынша жазамыз. Мінекей run away. Шыққаннан кейін мына ең бірінші ссылканы басамыз. Осы жерде get started дегенді басамыз. Ағылшынша бастау деген сөз. Осы жерде тіркелеміз. Google мен тіркелеміз. Мінекей тіркелдік. Енді қайтадан get started деген басамыз. Мынаны өшіре саламыз. Try it later дегенді. Енді қараңыздар, мына жерде сізге фотоны жүкте деп жатыр. Қазір фотоны жүктейміз. Видео жасағыңыз келген, қимылдатқыңыз келген бір фотоны аласыз. Қандай фотоны қимылдатқыларыңыз келеді, соны аламыз. Мысалы, мына жерде алдыңғы қолданған видеолар бар. Мысалы, мынаны алсаңыз болады. Көрдіңіздер ме? Яғни бұл фото. Енді осы жерге мына астына жазамыз. Қандай қимыл жасаған қалайсыз? Мына картинка. Мысалы, менде бала тұр және стол тұр, иә? Мысалы, a boy деймін. Егер сіздер ағылшынша білмесеңіздер, Google переводчик деген бар, соған теріп аудармасын жасаңыздар болады. A boy, бала деген сөз is pushing. Pushing деген итеру. A boy is pushing chair дей салам. Chair деген орындық. Бала столды итеріп жатыр. Generate деген басамыз астында. Бұл жерде очередь көп болғандықтан кішкене сабыр сақтап күтеміз. Алдындары бұл жерде 2 минутта шығарып беретін, даже 1 минутта шығарып беретін, бірақ кейінгізде бұл сайт өте популярны болып тұр. Жана көп адамдар кіреді, көп адамдар жұмыс жасайды, сондықтан да загружены болып тұр. 100%-ға дейін күтеміз. Мінекей, осы жерден download деген мына жерде тұр, осыны скачать етіп алсаңыздар болады. Мына скачать етілді. Енді мына жерде видео қалай шыққанын көреміз. Мінекей, көрдіңіздер ме? Столды итеріп жатыр бала. Мінекей. Осындай видеоларды жасасаңыздар болады. Осы Runaway сайтқа кіріп. Бұл сіздерде уникальный видео болады. Яғни YouTube-қа салсаңыздар да болады. Енді қараңыздар. Бұл жерде өзіңіз секунд таңдасаңыздар болады мына жерде. Секунд. Яғни 5 секунд қойсаңыздар болады, 10 секунд. Қайсы сіздерге керек, бірақ 10 секунд дұрыс сияқты видео ұзақ болады. Одан кейін мысалы мен мына фотоны да өзім жасадым. Бұл фото интернетте жоқ. Уникальный фото. Бұл фотоны қалай жасаймыз? Ол үшін сіздер Adobe Express деген сайтқа кіресіздер да. Мінекей мынандай сайт, ол Adobe Express. Осы жерде text to image деген бар. Осыған кіріп неға жазасыздар. Маған мысалы қандай сурет керек? Мысалы мысықтың суреті керек, иә? A cat. Енді мысық не істеп жатыр, соны сипаттайсыз. A cat is playing, иә? Ойнап жатыр. Полда ойнап жатыр деген, on the floor. Одан кейін background деп жасаңыз болады. Background деген ол артық қандай болады сіздерге? Ақ түс бола ма, иә? Background is white. Мінекей generate дегенді басамыз. Cat, мысық шықты. Полда ойнап жатыр. Енді сіздерге бұндай фото емес, мультфильм сияқты фото керек болса, былай деп жазасыздар. Мультфильм деген ағылшынша cartoon болады.
cartoon style дейсіздер. Одан кейін мына жерге стайл деп тұр, иә, стилі қандай бұл фотоның, иә. Егер сізде бір интернетте ұнаған стиль болса, осындай стильде жасағым келеді десеңіз, мысалы менде мынандай бір баланың стилі бар, иә. Мына бір фотоны жүктейсіздер, осыған ұқсас фото қалаймын деп. Сосын generate деген басамыз. Мінекей, көрдіңіздер ма? Бұл сіздерде уникальный, еш жерде жоқ, тек сіздің жасаған фотоңыз. Мінекей. Қайсысы ұнайды? Мысалы, мына ұнайды, иә. Осыны яқта төбеде download деп тұр. Осыны жүктеп аламыз басып. Мінекей. Міне бізде фото және видео бар. Осы видеоны бағанағы Runaway-ға салып жазсаңыз болады. Мысалы, мына мысық, иә. Салып көреген Runaway-ға. Мынаны удалить етеміз. Select from asset. Мына жерде drag and drop деген басамыз да. Егер новыйдан фото жүктегілеріңіз келсе, мысықты жүктейміз. Мына жерде 40 дейді. Өзі 40 береді автоматически. Crop деген басамыз. Мынақа сипаттап жазамыз. A cat is a cat is playing on the floor деп көрейік, generate. Күтеміз. Мына жерде осындай шығып қалуы мүмкін. Бұл платный версияда әзірге загруженный болып тұр, платный версияда мүмкін емес деген сөз. Бірақ қайта-қайта жасай берсеңіздер болады. Лайк басыңыздар, подписаться етіңіздер, ұнаған болса. Сау болыңыздар.